Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? А2 базалық деңгейінің кезекті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын экрандағы мына бір суреттерге назар аударыңыздар. Суреттерге ортақ қандай атау бересіздер? Алдымен қазақ халқының көшпелі тұрмысына ыңғайлы баспанасы киіз үйден бастайды екенбіз. Ары қарай әрине мен сіздерге жол сілтедім. Ортақ атау әрине үй екен. Ендеше сіздермен бүгін біз өтетін тақырыбымыз үй, пәтер деп аталады екен. Лексикалық тақырыбымызға көшпес бұрын біз 296 беттегі сөздермен танысайық. Алдымен тыңдаңыздар, кейін оқып шығып, есте сақтаңыздар. Мұқият тыңдап алыңыздар. Аспалы шам, ас үй, әжетхана, баспана, дәліз, еден, жатын бөлме, жер телімі, жертөле, жиһаз, жуынатын бөлме, кереует, аңға шығу, балық аулау, бейбітшілік, болашақ, бөлек, ғасыр, ерекше, есту, жаппай, жеке, жоба, жоспарлану, келісім. Есіңде ме? Есіме түсті, есімде жоқ. Кілем, кіреберіс, қабырға, қонақ бөлме, орындық, перде, саты, терезе, төбе, үстел, шам, шатыр, кеме, көл, көтерілу, күмбез, құн, мәселе шешу, пішін, сақталу, сатылу, төмен, кіркеу, ұзақ, ұсыну, шаршы метр. Аталған сөздер бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбына байланысты оқылым тапсырмалары, жазылым тапсырмалары кезінде кездеседі екен. Сондықтан сөздікті дәптерге жазып, тапсырмаларды орындау кезінде қажеттеріңізге жаратып отырыңыздар. Келесі кезекте тағы да суреттерге беріп көрейік. Суреттердің астына тиісті сөздерді жазыңыз дейді. Біз көріп отырған суреттегі заттар бұл адамның жұмыстан кейінгі дем алатын жайлы орны, өзіндік қорғанысы, баспанасы, яғни үйдің ішіндегі заттар екен. Тұрмыстық бұйымдарға көңіл аударыңыздар. Осы суреттегі заттардың атауларын жазып отырыңыздар. Әрине, біз бұл жерде көп сурет бермеді. Сөздікте бұл суреттер сіздерге кездесіп отыр. Кездескен суреттерді сөздікке қарай отырып жаза салыңыздар. Жазу тапсырмасын орындасаңыздар, келесі кезекте біз мына бір сөздерді топтастырып көрейік. Ауа райы, бос уақыт, үй, адам кескіні деген 4 топқа берілген сөздерді топтастырыңыздар. Топтастырып, көшіріп жазып болғаннан кейін сіздер төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Сіздің жеке үйіңіз бар ма? Сіз қазір қандай үйде тұрасыз? Ол жеке үй ме, әлде көп қабатты үйдегі пәтер ме? Немесе жатақхана бөлмесі ме? Сіздің қандай үйде немесе пәтерде тұрғыңыз келеді? Сіз жер телімін сатып алғыңыз келе ме? Сіз су үстіндегі үйде тұра аласыз ба? Ал 100-ші қабаттағы пәтерде тұруға қалай қарайсыз? Сұрақтарға ойланып жауап беріңіздер. Әрине, осы сұрақтың жауабы әрқайсыңыздың көкейлеріңізде дайын тұрған болар деп ойлаймын. Келесі сәтті біз оқылып тапсырмасына арнайық.
Мәтін бөліктерінің мағынасына сәйкес суда жүзетін үй әңгімесінің тиісті азат жолдарына қойыңыздар. Мұнда бірінші бөлік бейбітшілік және келісім сарайының ғимараты пирамида пішінінде салынған. Төбеге көтерілген жылы ауа салқындап төмен түседі. Сондықтан ыстық күндері сарай іші салқын болып тұрады. Ал екінші бөлік Гамбия ауылы Африкадағы Бенин мемлекетінде орналасқан. Ол көлдің ортасында 16 немесе 17 ғасырда салынған. Балық аулаумен айналысатын Гамбия тұрғындарының саны 20 мыңнан астам адам делінген екен. Енді оқылым тапсырмасы ретінде сіздерге суда жүзетін үй деген мәтін беріліп отыр. Мәтін мазмұнымен толық танысып оқып шығыңыздар. Өздеріңіз бұл керемет суда жүзетін үй туралы мағлұматтармен танысып болғаннан кейін мына бір тапсырманы орындаңыздар. Содан кейінгі тапсырмаларыңыз грамматикалық ұғымдарға байланысты екен. Көру көмекші етістігі туралы мағлұмат аламыз. Көру етістігі негізгі және ауыспалы мағыналарда қолданылатын етістік екен. Бірінші мағынасы қарау, көз тігу, екінші мағынасы қызықтау, қасында болу деген сияқты болса, үшінші мағынасы кездесу, жолығу ретінде қолданылады екен. Сонымен бірге көмекші етістік рөлінде талпыну, байқап көру, істеп көру, әрекеттену деген мағынада да қолданылады екен. Мысалы, мен француз тілінде сөйлеп көрейін дейік. Немесе біз өзеннен балық аулап көрдік. Тапсырмаларыңыз келесі. Суда жүзетін үй мәтінінен осы көру етістігін модальдық мағынада қолданылған екі сөйлемді табыңыз. Бұдан кейін оны дәптерге әрине жазып шыққасын. Модальдық мағынада қолданылған көру етістігі бар сөйлемдерді жай белгілеп шығыңыздар. Бірінші, сен су үстіндегі үйді көрдің бе? Мен теңіз жағалауында демалып көрдім. Кеше мен теледидардан егіздер фестивалін көрдім. Сіз ауырып қалдыңыз ба? Бар ма екен бұл жерде көру модальді етістігі? Темекі тартып көрме деген жердегі етістік қайсысына жатады екен? Сондай-ақ жұмыстан тыс уақытта біз мейрамханада отырдық. Бұл жерде бар ма екен? Әрине жоқ. Содан кейін мен шанаға отырып көрдім дейді. Мұнда модальді етістік бар ма екен? Назар аударыңыздар. Анық білу үшін сіздер ережеге сүйеніп көріңіздер. Келесі біздің қарастыратын тақырыбымыз грамматикадан ұзамай бұл есімше екен. Есімше дегеніміз не? Есімше есім сөздің де, етістіктің де қызметін атқаратын етістіктің ерекше түрі екен. Есімше септеледі, есім сөздері секілді, тәуелденеді, көптеледі және жіктеледі екен. Мысалы, олимпиадаға қатысқан спортшыларды әуежайдан қарсы алдық дейік. Бұл жерде есімше жіктеліп тұр екен, көпше түрде біз қарсы алдық. Біз жіктеу есімдігі жасырын тұр екен. Сондай-ақ саған ұқсайтын адамды көрдім. Кім көрді? Әрине мен. Бірінші жақта жіктеліп тұр екен. Оның тенниспен айналысып жүретінін білесің бе? Кімнің? Оның. Яғни тәуелденіп тұр екен. Ендеше септеледі, тәуелденеді, көптеледі және жіктеледі категориялары бойынша сіздерге мысалдар келтіріліп, көрсетіліп отыр екен. Мұқият назар салып, танысып шығыңыздар. Сонымен қатар, есімшенің қандай жұрнақтары бар деген мәселеге тоқталайық. Есімшенің ған, ген, қан, кен, ар, ер, р, с, атын, етін, итін, итін,
Махмет, Бақбек, Бақбек деген жұрнақтары бар екен. Сіздерге жалпы осы есімшенің септелуіне мысалдар көрсетіліп ұсынылып отыр екен. Мысалы, барған, баратын, барар деген есімшелерді 7 септікке септелген үлгісін беріп отырмыз. Қарап жақсылап танысып шығыңыздар және септік жалғауларының жалғануына назар аударыңыздар. Сондай-ақ хан ген қосымшаларын жалғап, мына бір келесі тапсырманы орындап көріңіздер. Мысалы, барын адам деп тұр. Барған адам. Ары қарай қалған сөздерге есімше қосымшаларын жалғауды сіздерге қалдырамын. Сондай-ақ келесі жаттығу 8-ші. Атын, етін, етін қосымшаларын қосып орындалатын тапсырма екен. Тапсырманы орындап болғаннан кейін сіздер жазылымның мына бір ерекше тапсырмасына назар аударыңыздар. Сіз заманауи озық технологиялармен қамтылған қазақтың киіз үй пішінінде салынған ортасындағы тұрып жатқан әулетпен таныстыңыз дейік. Олардың үйін көрдіңіз. Үйдің ішін сипаттап шығыңыздар. Қалай сипаттаймыз? Қандай жиһаз, қай жерде орналасқан және үй ішінде қандай заттар бар екендігін айтып шығасыздар ретімен. Содан кейін жалпы бүгін біздің үй туралы оқып танысқан сөздерімізбен оқып шыққан оқылым тапсырмалары арқылы ең соңында топтастыру жұмысын орындаймыз. Топтастыру арқылы үй деген тақырыпты түйіндеп шығыңыздар. Үй дегенде сіздердің естеріңізге не түседі екен? Үй дегенде көз алдарыңызға не елестейді? Көрсетілген дөңгелекшелер ішіне сіздер үйді айтқан кезде бүгінгі тақырып бойынша сөздерді ескере отырып, осы тақырыпқа қатысты бір ортақ мағына беретін сөздерді жазып шығасыздар. Ендеше бүгінгі сабағымызға ұсынылып отырған сіздерге мағлұмат беруге қатысты материалдар тобы осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.